Rahmat. Kaçışma gülü. Eşek işte vatçayıt bol odat da bir yağı. Assalamu alaikum. 3 ay boyu nervin mekkem kılıp, çıtap, saktap gelip, akırın korot otkan mugalimder. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Otursan ele жылабыз деп bir gün kechke чейин алып жүргөн таксистер. Саламатсыздарбы, урматтуу Швецияда иштеген тигичилер. Сиздер бар, биз мынтип кийимчен турабыз. Эгерде Швециядагылар иштебесе, биз кандай турат элек ким билет да койсун. Жоқ, біз жақшыла тұрады елек, талас ұйқыдан ойғанған жаш балаға оқшап тұрады еле да. Анда талас менің жанымда тақыр жүрмей емес та. Недоуни опчу. Ең қызығын айтсаң, Ұшырашпайсың бе сен? Ассаламу алейкум. Азыр Қырғызстанда сет деген аябай көбей да. Envy, Safe Business, Smart Rich, Ariflame деген компанияларға жазылып алып, артынан адам жазалбай жүргендер. Қол шауып атқандар бүт жазалбай жүргендер. Саламатсыздар бі пенсионерлер. Болата қысқалы. Саламатсыздарбы, ар түрлүү кесиптин ээлери Айтор ар бир айдын 6-сына келген жалпы көрөрмандар кутманды кошок. Кечиңиздерми? Рахмат, чапкан колдоруңуздар менен ылайым тынбай акча санап калыңыздар. Баарыңар миллионер болуп кеткилечи. Ал эми балдар Майрам жөнүндө сүйлөйлү. Майрам жөнүндө сүйлөйлү. Мына азыр мына Кыргызстандын эгемендүүлүк алганынын айрымдары интернетте канча жыл болгонун билбей атышат. А биздин жигиттер билсе керек, мен ушу толугураак сенден сурайынчы мына. Кыргызстан эгемендүүлүктү алганына канча жыл болду? 28 жыл болду. О, каяктан билесиң сен? Сен мен биринчи класска калган күнү таркап кеткен Союзчу. Союз тарап кеткенин каяктан билдиң? Союз таркап кетти, эжекелер сүйлөшүп аткан уккам. Ошондо ойлонуп калдың, тарап кеткен турбай деп. Ооба. Тил боюнча канча жыл болду? 30 жыл болду. 30 жыл болду. Ой, азамат. Бирок билгениң жакшы. Бирок сен ошол жылы мектепке барбай эле койсоң болмок экен. Эмнеге? Сен мектепке барганда Союз тарап кеткен турбайбы? Сен барбасаң мүмкүн тарабай калат беле дейм да. Ошун окубай эле коюп опсуң да. Окубай эле койсоң болмок экен. Сен окубаганда Союз тарамак эмес экен да. Окуганым жакшы эле болду да. Эмнеси жакшы болду? Жок, окуп эмнени кыйраттың, айтчы. Окуп атпайм. Эмнени окуп атасың? Азырбы? Жок, эмнелерди окуп атасың, айтчы. Одноклассник, Facebook, Instagram'da окуп атпаймбы? Аны окубайт, аны жөн эле көрөт. Комментарийни окуп атам да. Комментарийде эмнелерди окуп атасың? Контейнерде мектеп салдык дегендер окуп атпаймбы? Боке. Бул жерде Рахмат. Бул жерде бир эле сен эле комментарий окубай, мына элдер да комментарий окуп атат. Көрдүңбү мындай карап алып. Келе азыр мындай кылалы, жигиттер, биз общий кирип барып комментарий окуйлу. Шефтин баласына микрофон берели. Шефтин баласы Каныбек Разыков концертибизде. Улантат. Каке? Кани. Жүргүлө биз комментарий окуп жыргайбыз, жүр. Барбы? Рахмат, шефтің баласы деді мені, рахмат. Танымағандар қайсы шефтің баласы екен деп танымай жүрсеңіздер өзім айтып қояйын. Рахман Разықовтың ұлы болом, екінші аялынан. Анысын да айтып қойыш керек та, шығын туралы. Мен азыр сіздердің астыңыздарға bir жігітті шақырайын. Ал жігіт Қырғызстандан кеткені bir жылдан ашып қалды. Анан кейін 2 ай мұрын келем деділі. Қайра қорқып келбей қалып, қайра мына 1 ай болып қалды, қайра келді. Россиядан келді. Сіздердің қол чаңыздарменен ошол жігітті тосып алайын. Азыр мына пакетті алып алайын. Көргөндөр қызыл пакет деп отасыңар, ал емес. Жөн эле бул. Ошонун пакети. Орусты чакырып алабыз. Кол чабалары менен тосуп алабыз. Спасибо. Здравствуйте, Коля. Добрый вечер. Вот люди сидишь. Русский слово скончался. Вот, прочитай.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, уважаемые гости, жители нашего прекрасного города Бишкек. Добро пожаловать на новый сезон, на старт Арбир Айдын Алтысы. Еще раз добро пожаловать, друзья! Жақсы. Орысша әрбір айдың алтысы болуы айтылады екен, да? Каждый месяц 6 числа. Оша еткен. Орысша білмесем, оша ерін түшініп қалдым да, менше. Мен елемес өз көпчілігі түшінбейді бізде Қырғызстанда тұрауы. Бұл орыс ойлап атады да, елдің бардығы мені түшінді. Мен қырғызмын, ұрпағымын манастын, чачылғанды біріктірген құраған мекен үшін. От болымын өчпөгөн қырғыз үшін терек болып тұралам. Мен қырғызмын, ұрпағымын манасын. Ассаламу алейкум, құтманды құшуа кешіңіздер. Мен бүгін концертке тағы бір жоға құш келіпсіздер. Өчір. О, енең. Бұна орысқа не болды? Бірақ орыстың қара жорға билеген сон көрінеді екен, жүр олам деп билеткен да. Жүр оламын деп, молодец, Коля, молодец. Сен қырғызша білет тұрбайсың, Коля. Білем да қырғызша. Оны қиынавайлы қырғызша сөйлебейсің бе? Кішіне қиынайын дедім да. Сенле қалдың әлі бізді қиынаваған. Bizde Kırgızistan'da Govulutlu adamlar aябай көп жашайды да. Misal үшін айта тұрған болсақ, Kırgız, Орыс, дағы bir ulut бар, аябай көп, Özbek ulutu. Şükür senge Allah'ım. Bardır benim hayatım, başımdaki gül tacım. Odur benim anacanım. Uyga kesem kütüp olgan, mehirle bağrıga baskan, jilmayıp yüzümden qilib o'pgan Rayhon gülüm anajonim. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, Bishkek shahrining ahli xalqi, konsertimizga xush kelibsizlar. Молодец. Qancha tilni biletkensiz. Молодец, Коля. Til bilsең aç qalbayсың. Бірақ бізде Қырғызстанда көп ұлтты адамдар аябай көп жашайды деп едім бе? Бізге чет жақтандағы туристер көп келіп ес алады. Мына мисал үшін біз қайсы мемлекеттің ақшасын ішітеміз, долларды көп ішітеміз. Мына Америкадан келішеді көбінше мына. Yes, I speak English because I love in Kyrgyz Republic. I love in city Bishkek. I love in city Kyrgyz girl. Ladies and gentlemen, you are welcome to concert. Hey, молодец. Oh my god. Молодец. Жақсы да бұл туралы. Мына, білесің бе? Маға дүйнө жүзі бойынша бір мемлекеттің тілі аябай жағады да. Қайсы тіл? Жоқ, бірінші қырғыз тілі жағады. Екінші орында Франция. Demain de l'ab. Demain de l'ab de Mesri. Mesri, mademoiselle Mersois. Fransa, Paris, merci. Merci, mademoiselle Mersois. Başında ne dedin? Niye öyle laf dedin? Domaine de l'ab. Ha? Domaine de l'ab. Domaine de l'ab. Қандай сонына? Domaine de l'ab. Өзбек туғандардың сөзіне ұқсас екен, байқадыңыздар ма? Domaine de l'ab. Dümelep gittim. Молодец. Koşna memleketlerden koca. Koşna memleketlerden. Tacik. Cumhuriyet Tacikistan prezidenti Emomali Rahmon. Men tojikcha midoram, qirg'izcha midoram, o'rischa midoram, o'zbekcha midoram, qazaqcha midoram, arabcha midoram, anglizcha midoram. Dushanbe bilan Xo'jayin 200 kilometr. Men tojikcha midorammi? Молодец. Баяғы ақырғы сөзі жақсы екен. Мен тәжікке меданамми дегенің алма жейсің бе дегенге ұқсас екен. Байқадыңыздар ма? Молодец қожа. Молодец. Чоң рахмат. Қол жайып қойыңыздаршы қожаға. Тиге сіздерде қырғыздарда бір жақсы мақал бар екен. Не деген? Орысымен дос болсаң, ай балтаңды ала жүр деген мақал бар ма? Бар. Балтаңыз қана? Балта бы? Азыр ал мақал өзгеріп кеткен да?
Азыр бизде башкача макал чыкканда, орус менен дос болсоң, муну ташты ала жүр деген. Бизде азыр ушундай таш алып жүрө турган болуп калганбыз. Бар. Кожо, бул ташты сен жоготпогун. Бул таш каерден келген билесиңби? Кой таштан келген таш. Муну сувенир кылып коюп кой сен колдон келсе. Кожо Жакпаров. Ай балтаны сурап жүрөт менден. Канек? Не болду досум? Ну, жанагы эле мен тааныган патсаң кожобу? Ончолук эле патсан эмес го эми. Патсан болуп турбайбы? Биздин алдыбызда патсан да. Ошо кожо. Эле но колчабынын баардыгы ушуга болду азыр. Ооба, ушунун талантына элдер аябай сонун кол чапты бирок Ильяс. Ошону айтып атам да, жаман кол чабышты го. Кожо ушул кетиште кете турган болсочу, биз экөөбүздү жөн эле басып өтүп кетет бул. Билесиңби ушуну? Жок. Сен экөөбүздү колу менен эмес, буту менен көрсөтүп калат аны экөөдө. Билесиңби ушуну? Жок, эми сен жакшы билесиң, кожо татар өзүчү. Татар бар жерде, Эмне катар бар бул, эмне? катал бар деп коебу? Эми басса басыптыр да досум, эми жаштар. Муну алдын албаса болбойт. Канек? Неге? Алдын алыш керек. Бул кетиште кете турган болсо, экөөбүздү жөн эле басып өтүп кетип, азыр айтканымдай эле болот. Мындай кылбайлы. Эмне кыл дейсиң? Айт. Кожонун мындай бир аз мындай бизде өз кыргыздарда ушундай го, мындай алдыга чыгып баратканда эле мындай аркасынан эле иш козгоп коюлат го. Бизде эле ошентип иш козгоп койбойлу кожонун үстүнөн. Эми койчу, жөн эле койчу, жаштар өсүп келатканда досум эми. Өзү менен өзү ошакта алек жүрө берет бул. Иш козгоп койсоң, акырын иш козгоп койсоң, ошо менен алек болуп эле жүрө берет. Эми буга иш козгоп коюш оңой эле. Эмне деп иш козгойсуң мисалы? Бир күндүк концерттин акчасын кожо жеп коюптур деп коем. Жок, болбой калат. Неге? Кожо күнүгө тойдо, билесиң да. Ооба. Акчаны баары ушуда. Мынакей бир күндүк акчаңарды берип койсо эмне кыла алабыз экөөбүз? Эчтеке кыла албай калабыз. Мындай чечилбей турган маселе менен козгош керек да мунун үстүнөн иштичи. Не десе болот эми? Мындай кылбайлы Канек. Азыр мына 5 улуттун тилинде сүйлө да, 5 улуттун. Сонун сүйлөдү. Сонун сүйлөдү. Кыргызстанда 80ден ашын улут бар. Туурабы? Калган 75-и капа болуп калды азыр могул жерде келгендер. Азербайжандар келип отурган болушу мүмкүн, Индустан келип отурган болушу мүмкүн. Биз жөнүбүздө деле сүйлөп койсо болбойбу деп мындай тарынып калат да, капа болуп калат алар деле. Ошондо эмне кыл дейсиң? Мындай кылбайлыбы? Улуттар аралык маселе козгоду деп туруп иш козгоп койбойлубу? Тем более мунун апасы кыргыз эмес. Апасы ям өтүп кетти да кече жакында. Раматов жаткан жери жайлы болсун. Майлы козгойлу. Как раз шерик болот экен да. Өзү менен өзү ошакка барып жүрөп эле өзү менен. Туура айттымы? Алдын ала көрүшкөт. Мындай жаштарды азыртан эме үстүнөн иш козгоп. Ушундайларды мага айтып турбасаңар, унутуп калам кийинчи басып жүргүн чындап эле. Ооба.